Сәлем баршаңызға, сіздерге бақлава рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Өлшеп алған ұнымызға қатып тұрған сармайымызды үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткеннен кейін жақсылап тұрып ұнымызбен араластырып біріктіреміз. Жұмыртқамыздың тек сары бөлігін алып, оның үстіне қаймағымызды салып, қопсытқышымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, жаңағы ұнымыздың үстіне құямыз. Қолымызбен жақсылап тұрып илеп 15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Бізге грек жаңғағы керек, оны жақсылап тұрып блендерден араластырып аламыз да. Қантымыздың үстіне салып, біріктіріп, жақсылап тұрып араластырамыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды холодильнигімізден алып, оны 4 бөлікке бөлеміз. Тестомыздың бірінші бөлігін кішкене ұн сеуіп жіберіп, оқтаумен ысып, формамызға келтіріп саламыз. Формамызға келтіргеннен кейін жаңағы начинкамызды салып, тегістеп, жақсылап тестомыздың үстіне саламыз. Одан кейін екінші бөлігінде осылай істейміз. Бетін жауып, тағы да начинкамен сеуіп, одан кейін үшінші бөлігін тағы да солай сөйтіп қайталап, төртінші бөлігімен бетін жауамыз. Төртінші бөліктен кейін пышақты кескендей қылып формамызға келтіріп, видеодағыдай істейміз. Кескеннен кейін жұмыртқаның сары бөлігімен жағып шығып, грек жаңғағын үстіне қойып шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Одан кейін сиропымызды дайындаймыз. Піскеннен кейін сиропымызды құйып шығамыз. Суығаннан кейін формамыздан кесіп алып, столымызға қойып, жақындарымызды қуантамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менімен бірге рецепті бөлісіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.